Геннадий Головкин 1982 жылдың 8 сәуір күні Қазақстанның Қарағанды қаласында Майқұдық ауданында дүниеге келген. Әкесі Геннадий Иванович Головкин, мамандығы шахтер, Карагандинская шахтасында қызмет етті. 2014 жылы дүниеден өтті. Анасы Елизавета Сергеевна ұлты кәріс, химиялық зертханада көмекші қызметін атқарған. Головкиндер отбасында 4 ұл дүниеге келген. Вадим, Сергей, Геннадий және Максим мен Геннадий егіздер. Максим Геннадийден 15 минут кейін туған. Екі ағасы әскерде қызмет атқарып, белгісіз жағдайларда қаза болды. Вадим 1990 жылы, Сергей 1994 жылы. Бокс секциясына 8 жастағы Максим мен Геннадийді ағалары алып келеді. Геннадий Головкиннің алғашқы бапкері Виктор Дмитриев, ал кейін Ғалым Кенжебаев болды. Максим Геннадийдің екінші бапкері ретінде қызмет етеді. Ағайындылар бір сыныпта оқыды және бірдей салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен, бірақ бір-бірімен ешқашан бетпе-бет белдескен емес. Бір-бірімен белдесуге тура келгенде екеуінің біреуін жарыстан алып тастайтын болған. 2004 жылғы Олимпиадаға іріктеу кезінде осы себеппен Максим спорттан кетті. Геннадий Головкин үйленген. Жолдасының есімі Алина, Қарағанды қаласында туған. Геннадий мен Алина 2000 жылы танысып, 2007 жылы 7 шілдеде неке құрған. Обасында 2 ұл, 2009 және 2019 мен бір қыз, 2017 өсіріп жатыр. Тұңғыш ұлдың есімі Вадим, Алина жолдасының ойындарын қарауға бармайды. Геннадий хоккейді жақсы көргендіктен ыңқыл ойындарына жанкүйер болып қатысады. Геннадий Головкин, ең танымал қазақстандық боксшының өмір баяны. Геннадий Головкин сыңары Максим Головкинмен. Геннадий мен сыңары Максим боксқа алғаш рет 8 жасында бірге барды. Олар бір Қарағанды кәсіптік училищесінде жаттықты. Ал олардың алғашқы жаттықтырушысы Виктор Дмитриев болды. Гендос пен оның ағасы Максим бәрінен алға шығып, ерекшеленіп тұрды. Екеуі де рухшыл, алға қойған мақсаттарынан қайтпайтын еңбекқор. Алғашқы 2-3 жыл бойымен оларды рингке мүлде жібермедім. Тек тактикалық жаттығу және дене тәрбиесімен айналысты. Олар футбол, баскетбол және басқа да түрлі ойындарды ойнады. 3 жылдан кейін, екеуі ержеткен кезде мен оларды жастар арасында өткен ұлттық чемпионатқа алып бардым. Сонда олар нағыз боксерлік шеберлік көрсетті. Барлығы таңғалып, менен, оларды қайдан алдың деп сұрай бастады. Ал мен болсам қайдан болушы еді, Майқұдықтан деп жауап бердім. Сосын біз артынан шыңдарды бағындыра бастадық дейді Головкиннің алғашқы жаттықтырушысы. Геннадий Головкин, ең танымал қазақстандық боксшының өмір баяны. Геннадий Головкин кәсіби бокста. Отандасымыз кәсіби бокста алғаш рет орташа салмақпен 72 келіге дейін 2006 жылы айқасқа шықты. Ол алғашқы 8 шайқаста да қарсыласын уақытынан бұрын тізе бүктіріп жеңіске жетті. 2007 жылдың қыркүйегінде француз боксшысы Мехди Боудламен 11-1 кездесіп, оны ұпай саны бойынша жеңді. 2008 жылдың сәуірінде Ян Гарднерді 23 жеңіп, дәл сол жылдың қараша айында неміс спортшысы Малик Дзияр 29-3 екінші раундта күресті жалғастырудан бас тартып, Головкин жеңімпаз атанды. Геннадий 2007 жылдың 7 шілдесінде шаңырақ көтерді. Ол сүйіктісімен 7 жыл кездескен. Головкиннің жүрегін жаулаған Алина Қарағанды қаласының тумасы. Оның 2 жоғары білімі бар және 2 шет тілін еркін меңгерген. Бірақ Алина мансабын емес, отбасын бірінші орынға қойған жан. Ол өмірін күйеуі мен отбасына арнады. Геннадий Головкин, ең танымал қазақстандық боксшының өмір баяны. 2009 жылы ерлі-зайыптылар ұлды болды. Головкин ұлының есімін әскерде қайтыс болған ағасының құрметіне Вадим деп атады. Геннадий Головкин, ең танымал қазақстандық боксшының өмір баяны. Геннадий Головкин ұлы Вадиммен. Алайда Вадим әкесінің жолын қуып боксшы емес, хоккейші болуды армандайтын көрінеді. Себебі бала әзірден хоккейге қатысады. Ал 2017 жылы 9 қыркүйекте Головкин қызды болып, 2 рет әке атанды. Геннадий Головкин, ең танымал қазақстандық боксшының өмір баяны. Геннадий Головкин, ең танымал қазақстандық боксшының өмір баяны. Геннадий Головкин отбасымен.
Головкин 2009 жылдың 11 шілдесінде алғаш рет 12 раундтық айқасқа шықты. Ол UFC'дің интерконтиненталь чемпионы атағы үшін өткен күресте бразилиялық Джон Андерсон Карвальоны екінші раундта нокаутқа түсірді. Головкин 2010 жылы желтоқсанда UFC'ның тұрақты әлем чемпионы атағын қорғау үшін панамалық боксшы Нельсон Хулио Тапиямен айқасқа шығып, оны үшінші раундта нокаутқа құлатты. 2011 жылы Головкин Лахуан Саймон мен Кассима Оумды жеңіп, бір емес екі рет өз атағын қорғап шықты. Сонымен қатар Головкин Саймонмен болған шайқаста бос тұрған IBF әлем чемпионы атағын жеңіп алды. 2012 жылдың қараша айының соңында UFC супер чемпионы Даниэл Гил қазақстандық боксшымен айқасудан бас тартқандықтан Геннадий Головкин UFC чемпионы атанды. 2013 жылдың наурыз айында Головкин IBF каналының GOAT тізімі деп аталатын ең танымал жауынгерлердің тізіміне кірді. Головкин кәсіптік мансабында әлемнің ең танымал мықты боксшылармен жекпе-жекке шығып, әрдайым өзінің чемпион екенін дәлелдеп келді. 2017 жылы 16 қыркүйекте Геннадий Головкин мексикалық боксшы Саул Альвареспен 12 раундтық кездесу өткізді. Алайда бұл жекпе-жекте төрешілер екі боксшы да тең түсті деген шешім жасап, маңызды бокс кешінің жеңімпазын анықтамады. Ал Головкин орта салмақтағы дүниежүзілік бокс ассоциациясының UFC супер, халықаралық бокс федерациясының ABF және бүкіл әлемдік бокс федерациясының OB әлем чемпионы атағын қорғап қалды. 2018 жылы 5 мамырда Головкин ақш-тың Калифорния штатындағы Карсон қаласында армян-америкалық боксшы Ванис Мартиросянды нокаутқа құлатып, өз атағын сақтап қалды. Головкин осы кездесуде UFC атағын 19 рет, ал IBF дәрежесін 17 және UFC нұсқасындағы әлем чемпионы атағын 4 рет қорғап шықты. Геннадий Головкин, ең танымал қазақстандық боксшының өмірбаяны. 2018 жылдың ақпан айында Головкин жыл боксшысы номинациясында бокс аңызы сыйлығының лауреаты атанды. Головкин 2018 жылы 6 маусымда украиналық Сергей Деревянченкомен міндетті жекпе-жек өткізуден бас тартқандықтан IBF-ның орташа салмақ дәрежесіндегі әлем чемпионы атағынан айырылды. Ал 2018 жылдың 6 маусымында отандасымыз беделді The Ring журналының нұсқасы бойынша Pound for Pound чемпиондық белбеуін иемденді. 2018 жылы 19 маусымда Геннадий Головкин Лос-Анджелесте 4 рейтингісінің көшбасшысы атанып, салмақ санатына қарамастан The Ring журналының үздік боксшы белбеуін алды. Ал 2018 жылдың 15 қыркүйегінде Головкин Сауль Альвареспен 2 рет жек-жекке шығып, алғаш рет жеңіліс тауып, барлық атағынан айырылды. Бұл айқаста Сауль Альварес Геннадий Головкинді көптеген төрешілердің шешімі бойынша ғана жеңді. Осылайша қазақстандық чемпион кәсіби мансабында алғаш рет жеңіліске ұшырады. Айта кетейік, отандасымыз алғаш рет жеңіліс тапса да, әлемдік чемпиондардың көпшілігі Головкинмен жекпе-жекке шығуды әлі де үлкен мәртебе санайды. Ал отандастарымыз бен спортшының әлемдік жанкүйерлері де Головкинге үлкен қолдау көрсетіп, оның әлем чемпион екенін әрдайым есіне салуда. Геннадий Головкин көп қазақтың көңілінде суға салсаң батпайтын, отқа салсаң жанбайтын супер қаһарман. Тіпті қазақстандық түсінік бойынша ол көк туымызды көтеріп, бүкіл Қазақстанды әлемге таныту үшін еңбек етіп жүр. Біздің елде бір Головкин емес, өзге де спортшылардың жеке жеңісін бүкіл елдің жетістігі деп санайтын түсінік қалыптасқан. Бұл түсініктің негізін қалаушы қазақ билігі. Шынын айтқанда, қазіргі қазақ билігі үшін халықтың көңілін аулаудың жалғыз жолы осы ғана. Алайда билік әспеттеп, халық көтермелеген көп әнші мен спортшының елім деп еңіреп жүргендері шамалы. Еліміздің атын шығарып, туымызды желбіретті деген сол спортшылардың бірде әнұранды білмей, бірде мемлекеттік тілді білмей қалатынына етіміз үйреніп кетті. Сонда да жеке адамның кішігірім жеңістерімен елдің атағы аспандап кетпейтінін түсіне алмай өзімізді алдап жүрміз. Сөздің басын Головкиннен бастаған едік. Енді сол жайлы жазайық. Орта салмақта UFC, Super, ABF және IBF тұжырымдары бойынша бұрынғы әлем чемпионы Геннадий Головкин кәсіпқой аренада нашар боксшы болған жоқ. Жалпы 40 жекпе-жек өткізіп, 38 мәрте жеңіске жетті. Оның 34-ін нокаутпен ұтты. Бұл елімізден шыққан кәсіпқой боксшылар арасында қазірше ең үздік көрсеткіш. Бірақ біз Головкиннің бірінші кезекте кәсіпкер екенін, оған қоса мінсіз періште емес екенін білуіміз керек.
Одан тұлға жасап төбемізге көтерудің немесе Қазақстанды әлемге таныту үшін жүр деп үміттенудің қажеті жоқ. Спортқа спорт ретінде қарағанымыз жөн. Өткен жылы 16 қыркүйек мексикалық Сауль Альварестен жеңілген отандасымыз араға 9 ай салып, 8 маусымда Нью-Йорктегі Madison Square Garden аренасында өтетін бокс кешінде кәсіпқой бокстағы 41 жекпе-жегін өткізгелі отыр. Қарсыласы канадалық боксшы Стив Роллс 19-0 оңго. Бұған дейін Головкин Роллс жекпе-жегінің андеркартында тағы екі боксшымыз Али Ахмедов 14-0 оңго пен Данияр Елеусіновтің 6-0 шаршаланға шығатыны белгілі болған. Тіпті Елеусінов пен Ахмедовтің танымал отандасының андеркартында жұдырықтасуы жарасымды көрінген. Осыған бола Данияр Елеусінов 25 мамырға жоспарлап отырған кезекті жекпе-жегін кейінге шегерген еді. Бұл туралы Елеусіновтің менеджері Зия Әлиев мәлімдеген болатын. Орта салмақта әлемнің бұрынғы чемпионы, қазақстандық Геннадий Головкин карьерасында қанша табыс көргені айтылды деп жазады. Wealthy Gorilla басылымының мәліметінше, ГГ-дің жиғаны $30 миллион екені айтылуда. Головкин бұл табыспен ең бай 50 боксшының тізімінде 20-шы орында тұр. Геннадий Головкин 2 чемпиондық белбеуі болған боксшы. 2017-ден 2018 жылға дейін pound for pound тұжырымынша ең мықты боксшы деп мойындалған. 394 жекпе-жегінің ешбірінде нокаутқа түспеді. Головкин түрлі брендтермен келісім-шартқа отырған, олардың ішінде әлемдегі ең қымбат сағат Hublot және алкогольді ішімдіктер шығаратын Chivas Regal деп жазады басылым. Жеңіліп көрмеген қазақстандық боксшы Геннадий Головкин 37-0 кәсіпқой рингте әлі қанша уақыт жұдырықтасатыны туралы айтты деп хабарлайды Кэмшей кз ақпарат агенттігі сайтына сілтеме жасап. Мен өзімді жақсы сезініп жүрмін, жасыма сай. 25 пен 35 арасында үлкен айырмашылық сезгенім жоқ. Бұрынғысынша күнде жаттығамын, бәрі баяғы қалпында. Спаррингтерде сондай, жылдамдықта күште. 10 жыл бұрынғы қалпымдамын, 35-те болсам да, өзімді 25 жастағыдай сезінемін. Жан дүнием Канелодан да жас болар. Мүмкін, 40 жасыма таман қоярмын. Әлі 5 жылым бар. Әр күн өзінше қиын және қауіпті. Әзірше жағдайым жақсы. Отбасым мен командам мені қолдап келеді. Маған ыңғайлы. Сондықтан әлі 5 жыл жұдырықтасатын шығармын деп келтіреді боксшының сөзін. Мұның алдындағы сұхбаттардың бірінде Головкин, Канеломен жекпе-жектен кейін бокстан кетуі мүмкін екенін айтқан. Алайда қазақстандықтың бапкері Абель Санчестің сөзінше, Головкиннің сөзін бұрмалап жіберген, бұған бір жағынан оның ағылшын тіліндегі акценті де себеп. Головкин кәсіпқой рингке алғаш 2006 жылы шығып, 37 жекпе-жегінің барлығында жеңіске жеткен, оның 33 кездесуі нокаутпен аяқталған. Осы көрсеткіштерінің арқасында Головкин орта салмақтағы ең мықты нокаутшы ретінде Гиннес рекордтар кітабына ен. Геннадий Головкин, Қазақстанның әйгілі кәсіпқой боксшысы, орта салмақтағы бұрынғы әлем чемпионы. Ол ОБ және АБ белбеулерін иеленіп ұзақ жылдар бойы өз дивизионында үздік боксшылардың бірі болып саналды. Головкин өзінің жойқын соққыларымен, рингтегі салқын қандылығымен және мықты қорғанысымен ерекшеленді. Оның кәсіби мансабында көптеген танымал қарсыластармен жекпе-жектер өткізгенін, атап айтқанда Сауль Канело Альвареспен 2 тартысты кездесуі көпшіліктің есінде қалды. ГГ лақап атымен танылған Геннадий Головкин қазақстандық бокс мектебінің мақтанышы болып саналады. Ол тек спортшы ғана емес, өз елінің символына айналып, болашақ жас боксшыларға үлкен үлгі көрсетті.